Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен рогалик печеньесін дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап кетіңіздер. Ыдысымызға бөлме температурасында еріп тұрған майымызды салып аламыз. Аздап ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Құм шекерімізді саламыз. Бір жұмыртқаны саламыз. 4-5 ас қасықта айранын қосып араластырамыз. Жарты шай қасықта ас содасын қосамыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көре аласыздар. Қамырымызды илеп болдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Екіге бөліп, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін бір бөлігін алып, оқтау көмегімен жайып аламыз. Домалақ болуы міндетті емес. Жұқа қылып жібермеңіздер. Осылай видеодағыдай етіп жайып болғаннан кейін үстіне мен құм шекер септім. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты начинкасын сала бересіздер. Мак сасаңыздар да болады. Енді видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін осы видеодағыдай етіп орап шығамыз. Бәрін листімізге теріп, барлығын осы ретпен жайып, кесіп орап шығамыз. Бәрін листімізге теріп болғаннан кейін печкамызды 200 градусқа қыздырып қоямыз. Жарты сағатта пісіп шығады. Пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл өте әдемі болып. Енді үстін сахарный пудра сеуіп шығамыз. Ол міндетті емес. Сеппесеңіздер де болады. Шаймен ішкенге өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап кеткендеріңіз үшін рахмет.